Пайғамбар саллаллаху 25 жасында сол көкесі Абу Талибқа көмектесу мақсатында үй шаруаларына көмектесіп саудамен айналысты. Саудамен айналысты. Сол сауданың артында Хадижа анамызбен танысты. Сол кісінің саудасын жүргізіп берді ол кісі. Одан кейін барып не болды? Сол Хадижа анамыз араға кісілерді салып не айтылды? Сөз айтылды. Егер сол Мұхаммад мен алатын болса, мен оған тиемін, разымын деген сияқты біреулер айтқыздырды солай Хадижа анамызға. Енді біздің тілмен айтқан кезде кейбір жігіттер бар, бір қызды көрдім, сындыра алмай жатырмын, соны көмектесіп жіберсеңіз, сондай қыз еді, сол көбейіп жатыр деген сияқты. Құрметті бауырлар, қыздар сынады иншалла. Қыздар сынады. Қандай сипат? Егер мына сипаттар болатын болса, Хадижа анамыз қалай сынып қалды Расулаллаға? Хадижа анамыз Пайғамбар бірінші оған қатты алып қойған мәселесі Шамаил Карима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не еді дейді? Өте жомарт болды Расулалла. Жомарт жігіт болып жүрміз керек екен, иншалла, қыз сенікі болады Құдай қаласа. Ол жомарттығын көрсету керек. Жаңағыда милыш болма дейді ғой енді, жомарт бол. Одан кейін фикр раджах. Пайғамбар өте терең ойланатын еді. Жеті ойлап бір кесетін жігіт болған. Десе еріп кете бермейді арқылы сен. Адамның өзінің салмақты ойы болу керек. Кім не айтса да ол сондай екен дей берместен, ол анықтау керек. Шынымен сондай ма, сондай емес па? Пайғамбар сондай, мына ойы терең жігіт болған. 25 жастағы жігіт өте раджахтап атқан, және ол өзінің ойында қалатын өзінің ойы болған. Көпшілік қауым басқа нәрсені ойлап тұрса, ол кісі өзінің ойында, мнениесінде қалатын жігіт болған. Өзінікі анықтау болады, сондай ғой негізінде. Және сонымен мықты тұратын болған. Қозғалмайды да былайша. Жел мына жаққа қарап соқса, мына жаққа қарап иіле салмайды. Мына жаққа қарап иілсе, мына жаққа қарап иіле салып. Жоқ, ондай емес. Жігіт адам бір ойлану керек, жақсылап ойланғаннан кейін, шешім қабылданғаннан кейін сода қозғалмай тұру керек. Аспан ойылып түссе де сен қозғалмауың керек. Міне осы нәрсесі Пайғамбардың бойынан көрінді, Хадижадан сонда ұнап қалды. Одан кейінгісі мантиқл садиқ. Пайғамбар саллаллаху сөйлеген кезде тек қана рас сөз сөйлейтін еді, өтірік алдамайтын еді. Ойбай, күнім жаным ботам айналайын деп гүлін беріп оған алдап-сылдап қыздар айтады екен ғой. Баяғы айтқан сөздің бәрі қайда кетіп қалды бұл жігіттің. Неғын некесін қиғанға шейін ойбай деп гүлін беріп артынан қаймай жүгірген еді. Енді алып алған екен бар дейді, ой әкеңнің пәленшесі, ой шешеңнің пәленшесі. Жігіттер ондай болмайды. Жігіт адам олай сөйлемейді. Жігіт қалпымызда біз кетуіміз керек солай. Сен қыз ұнатып қалды ғой, саған разылығын беріп тигеннен кейін сенен сол қалпында өзіңді ұстай енді. Сол үшін қазақ айтады, баланы не дейді, жастан қатынды бастан дейді. Танысқан күннен бастап өзіңді көрсет кім екеніңді, жасырма. Өзіңді өтірік масканы киіп алып бетіңе, мүлайым жұмсақ болып көрініп оған. Сонда бір ақ көңіл болып көрініп керек емес. Өзің қандай екеніңді көрсет, мінезің бар екенін көрсін ол, білсін. Дұрыс па? Өткен сабағымызда өттік қой, мінезсіз адам ең жаман адам. Мінез жоқ адам. Одан да жаман адам бар, мінезі бар, өзін ұстай алмай қалады. Қиратып сындырып тастайды, одан кейін барып айыпты байқамай қалдым дейді. Ол ең жаман адам. Нағыз жақсы адам деген мінезін жанында бір не сияқты салып жүреді деген да, дубинка сияқты ұстап алады жанында. Орын келген кезде дубинканы шығарып көрсетеді. Болды дейді, жай орнына салып қояды. Қазақта сөз бар, бұқсаң сұға береді дейді. Демек, Пайғамбар сол өте шыншыл жігіт болды, мантиқ деп атқан өте астарлы сөз сөйлейтін. Қысқа нұсқа сөйлейді, бірақ сөзі терең нәрсенің бабы болып тұр.